Қазағымның қазынасы домбыра. Осындай тақырыпта Жаңаөзен қаласындағы Кендірлі ауылдық мәдениет үйінде думанға толы концерт өтті. Біріншілде ұлттық домбыра күніне арналған іс-шара барысында сөз бен саз бағдарламасы кезекті түсірілімін жасады. Кендірлі мәдениет үйінің ауласына сахна орнатылып, көрермендердің тамашалауына жағдай жасалды. Ашық аспан астында алғашқы рет шара ұйымдастырған өнер ордасының кешенінде Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары жиналғандарды домбыра күнімен құттықтады. Домбыра қазақтың қасиетті аспабы, табылмас қазына. Жүрегі қазақ деп соққан әрбір азаматтың өмірінде қара домбыра зор мағынаға ие екені сөзсіз. Ендеше бүгінгі тамаша күнінде осы бір кеште жаны мен жүрегі елім, ұлтым деп соққан баршаңызға бүгінгі ұлттық домбыра күні құтты болсын. Бұдан кейін концерттік бағдарлама басталып, жұртшылық Маңғыстаудың 7 қайқысын күтіп алды. Олардың рөлін ел арасында шығармашылықтарын насихаттап жүрген әнші, күйші, өнерпаздар сомдаған. Араларында Әзірбай Өскінбаев сияқты қайқылардың тікелей ұрпақтары да бар. Ауыл аспанында қайқылардың әні мен күйі қалықтады. Өтіп кеткен кешегі 25-тің қосат салып артынан қусам бекені уайдай ақсарай камзолы бешпет мақбалай уайдай ақсарай камзол бешпет мақбалай. Концертті өлкемізге белгілі жырау Арғын Бейсенов пен сөз бен саз бағдарламасының авторы Бердіхан Әлмен жүргізді. Олар әрбір орындалған ән мен жырдың тарихына тоқталып, қайқылардың басынан өткізілген оқиғаларына әңгіме қосты. 7 қайқының әндерінен кейін жиналғандар 5 жүйріктің жырларын тыңдады. Біріншілде ұлттық домбыра күніне орай Теңге ауылында да Атамұра мәдениет үйінде байқау өтті. Жастар жырлайды атты домбырамен ән салу сайысына 9 бен 16 жас аралығындағы 20-ға жуық өнерпаз қатысты. Байқаудың ең кішкентай қатысушысы қос ішекті домбыраны жанына серік етіп жүргеніне 3 жылдай болған 9 жасар Инабат Серік. Избасарова Дәмегүл Сабырбай қызының шәкіртімін. Мен домбыраға қатысып жүргеніме 3 жыл болды. Менің үйреніп жүрген дәстүр әндеріме 20 шақты дәстүрлі ән тербиелерді білемін. Және де осы бақытында жалғастыра беремін. Тоқтатпаймын. Болашақта осы бақытымен жалғастырамын. Осы байқауға қатысып жатқан оқушыларға сәттілік тілеймін. Және де апайларыма рахмет айтамын. Байқау 2 кезеңнен тұрды. Бірінші қатысушылар батыс аймақтық дәстүрлі әндерді орындады. Екінші бөлімде жас домбырашылар еркін тақырыпта ән шырқады. Байқауға қатысушылардың өнеріне әділ қазылар бағасын берді. Маман ретінде айтатын болсам, бірінен бір асып түсіп жатыр. Өнерлері енді керемет, сомдаулары жалпы бізге баға беруге қиындық тудырып отқан сияқты. Бірінен бір өтеді өткен. Дегенмен сайыс болғаннан кейін болады ішінде. 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар деген. Олардың жырға деген, дәстүрлік әнге деген кәдімгі қызығушылықтары, дайындықтары өте керемет жоғары деңгейде. Әлеуметтік желі дейміз ғой. Соған емес, мына ұлттық рухани дейді. Көңілінің барлығын назарын соған аударып жатқан жастарға үлкен тілегім мол, тілекшімін. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Инабат Серік иеленді. Бірінші орынға Әділ Дайрабай, екінші орынға Қолғанат Назарбек тұрақтады. Ал үздік үштікті Айкөркем Құдайберген толықтырды. Райымгүл Махамбетова, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.